Hoş келдіңіздер. Бұл ынтымақтастық алаңында біз әрбір атқан таңымызды ізгілікке, ізгі ниетке бар күшімізді саламыз, солай ма? Ал сол енді ізгі ниеттің бәрін өзіміздің жан дүниемізбен, шынайы сезімімізбен қабылдай отырып, біз өзге жұрттарға, өзге кісілерге шапағат нұрын шашамыз. Енді бізді көріп отырған барша жан ізгі ниеттес болады да, бізге сендер алтын алма, алғыс ал деген халықтың даналық сөзін айтады. Шындығында да біз оларға алтын жердің сыйы, ал алғыс болса елдің сыйы дейміз. Алғыс алуға бәріміз күштамыз ғой, ендеше қолдарымызды соғайық. Жақсы. Енді осы ынтымақтастық алаңынан сендер өздерің нені көріп тұрсыңдар? Қазақтың қасиетті шаңырағын нені көріп тұрсыңдар? Бауырмашылдықты, достықты, шіркейлікті, татулықты, адалдықты, бірлікті, бейбітшілікті, сүйіспеншілікті, мейірімділікті, бауырмалдықты, махаббат, тұрақтылықты, қанағаттықты, сенімділік, әділдік, отансүйгіштік, сыйластық, бірлікті. Жақсы, осы ізгі, игі, жақсы қасиеттер бойларыңызға жұқсын. Енді сол қасиеттердің сырын ақтарамыз дейтін болсаңыздар, шаңырақты үстел үстіне қояйық та, орындарымызға отырайық. Мен кіммін деген тренингті бастаймыз. Өзіңізді өзіңіз сипаттаңыз. Екінші, мен ата-ана пікірінше кімсіз? Ата-ана көзімен жазыңыз. Үшінші, мен кіммін? Дос көзімен, өзіңіздің сыңарыңызбен, жұбыңызбен. Жақсы, уақытымыз өте тығыз, 1 минут деп айттым. Мен кіммін? Мен алғырмын, мейірімдімін. Ал ата-ана көзінше кім? Ақылды бала деп соғады. Тәртіпті баласың, үлгілі ұрпақсың ғой, тегің мықты дейді. Өте жақсы. Мен кіммен? Достарымның көзінше. Достарым, сен жақсы дос бола аласың. Сен сырлас та, мұңдас та бола аласың. Себебі сен менің ақылшымсың. Өте жақсы. Келесі, қолдарына тартылған қолдау дегендерді. Мен ата-ананың болашақ қамқоршысымын. Өте жақсы. Мен ата-ана көзімен, мен білімді, қабілетті болғанымды ата-анам да қалайды. Балам, сен мықтысың дейді. Достарымның көзінше, достарым маған, сен сырлас. Қай кезде қол ұшын беруге мықты доссың дейді. Өте жақсы. Келесі. Мен Асқар, мен бауырмал жігітпін. Ата-ана пікірінше, білімге өте күштарсың. Сол білімділігін сен биікте көрсете аласың дейді. Мен оған сенемін. Достарымның ниеті шыншыл, әділ доссың сен. Өте жақсы. Керемет. Пікірлеріңізді маған бере қойыңыздар. Мен артынан бәрін оқып тұруға уақытым жоқ. Жақсы. Енді осы ынтымақ алаңына келіп жатырмыз да, ең бірінші түсініп алайықшы, ынтымақтастық дегеніміздің өзіне. Ынтымақтастық дегеніміз не? Ынтымақтастық дегеніміз сол заманнан бері ұлыстан ұлысқа, елден елге, тайпадан тайпаға ұласқан бірліктің айнық нышаны. Иә. Тағын қосылады. ынтымақтастық деген қазақ халқындағы мақалдармен келтіре аламын. Қазақ халқында бірлік болмай, тірлік болмас. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді деп мақалдармен түйістіріп отырған. Өте жақсы. Кімде бар пікір? Ынтымақтастық, бейбітшілік, достық, адалдық сөздерінің синонимдері. Адам әркез адал болу керек, себебі адалдық бар жерде адамдық та бар. Ынтымақ алаңына деген сәтте мана бір сөзіңізді айттыңыз. Ынтымақ алаңында бауырмалдық та бар дедіңіз да. Бауырмалдық дегеніміздің өзі не? Ынтымақ алаңына келген сәтте менің ойыма алғаш түрік ғалымы Мұстафа өнердің мына сөзі ойына келеді. Барушы және келуші деген егіз ұғым және адамдардың бір-біріне баруы, ақылдасуы және араласуы, ол деген араласу ол деген ынтымақтастықтың күшінің белгісі.
иә манағы өнерді айтып отырған расы бару келу келісу деген сөзден тұрады дейді. Шынымен де барудың да қасиеті бар, келісудің де қасиеті бар. Бәрі ұйымшылық негізінде деп тіреп жатыр, көріп отырсыздар ма? Жақсы, тағы қосатыныңыз бар ма? бауырмалдық адам бойындағы туысқандық және ағайыншылық қарым қатынасты нығайтатын ұғым. Бауырмалдық туыс және басқа да жақсы көретін бір-біріне деген қарым қатынасты нығайтатын бір қасиет. Қазақ жүзге бөлінгеннің жүзі күйсін дейді. Ұруға бөлінгеннің құруға біткен дейді. Бірақ бәріміз де бірімізге өзіміздің ағайыншылығымызды жоғалтпаймыз ғой. Қай кезде қандай жиымызда бірінші өзімізді ағайындарымызды жиғамыз. Жақсы, әрі жалғастырамыз. Жаңа айттыңыздар, ынтымақтастық дегеніміз белгілі бір топтың, ұжымның, халықтың мақсат мұрат пен мүдделерінің тоғысуынан туындайды дейді. Өте жақсы. Енді қараңыздар, осының өзінің бірнеше тармақтары болып жатыр да, бауырмалдық, татулық, ынтымақтастық, достық, үлгі нышандардың бәрі ізбе-із осыған жалғасып жатыр. Енді сіздер қазір үш топпен отырсыздар. Мен әлі де толықтырғым келеді, сіздердің пікірлеріңді әлі де білгім келеді. Мына сұрақтарға жауап беріңдерші, бірінші топқа. Жалпы жаңа мақалдар бойынша мен айта кетейін, бірлік түбі береке дейміз да. Неге бірлік түбі береке дейміз? Біраз сөз. Себебі барлығымыз бірге атсалысқан кезде жұмыстың да оңай болу. Егер барлығымыз бірге істейтін болсақ, біздің жұмысымыз әрқашанда бәріне мақта болады. Өте жақсы. Бірлік болмай, тірлік болмас дейді. Біраз сөз тек қана. Бірлік болған жерде әрқашан береке және Дұрыс. Мереке жалғасады солай ма? Ынтымақ түбі игілік дейді. Ынтымақ түбі игілік дегеніміз әрқашан бірге жұмыс істеу, ауызбіршілікте болу. Ауызбіршілікте болу. Аздан азаншысы болған үшін көптің қазаншысы бол дейді. Мағынасы қандай? Аздан азаншысы болған үшін көптің қазаншысы бол дейді. Бір өзім жүргеннен топпен жүр, жалғас деген сөз солай ма? Жалғас дегенде бір нәрсені бітір деген сөз. Келесі. Бірінші топқа мынандай сұрақтар. Қай кезде ұжымдық жұмыстан жеке жұмыс тиімді? Неліктен? Тобыңызбен жауап бересіздер. Екінші, Абайдың қара сөзі бар да, 6-шы қара сөзінде айтылады, осы бірлік туралы ұмытпасам. 6-шы қара сөзінде айтылады. Бірлік туралы айтады. Сол бірліктің негізін Абай қалай талдап, жіктеп береді. Сол бойынша айтасыздар. Келесі, екінші топтың сұрақтары. Сұрақ естеріңізге түсті бар ғой да? Тыңдап көріп алдыңдар ма? Енді топ мүшесі болу жеке тұлғалықтан бас тартылма. Топтың мүшесі болу түсін, бірақ жеке тұлғалықтан бас тартып жатсыз ба? Ойлаңыз. Келесі, бірлікті ыдырататын күш не? Қай кезде бірлікті ыдырататын күш? Қандай күш бар ыдырататын? Үшінші топқа. Ұлт болып ұйысудың басты ерекшелігі көрсеткіші не? Ұйысу деген, бірігу деген сөз бар. Қазақстандық көпұлтты өмір сүруінің мәні неде? Қазақтың ішкі саяси тұрақтылығы бар, және Қазақстанның сыртқы саяси тұрақтылығы бар да. Осының негізін біріктіріп көпұлтпен деп шаңырақты көтергізсеңіздер болады. Түсінікті ғой да? Бірінші топтан бастайық, қай топ бірінші топ? Сіз ба? Негізінде толықтай келгенде ұжымдық жұмыс бізге үлкен іс-шараларды істегенде, яғни осындай үлкен қауымда масштабта заттарды жасағанда бізде ұжымдық жұмыс өте тиімді болады. Біз яғни олар тез істей аламыз, тез нәтижеге жете аламыз, ал жеке жұмыс ол біздің өзіміздің ел ішінде статусымызға, яғни өзің дамытқың келсе тек өзіңмен жұмыс жасайсың. Сол үшін идеяңда жоғары тартылғың келсе өзіңмен жұмыс істеуің керек. Бәрімізде ұжым жұмысқа таратылады да, жеке тұлғалық ерекшелігіміз қай кезде көрінеді? Менің ойымша жеке жұмыс тиімдірек болады. Қай кезде, мысалы сіз жеке жұмыс жасаған кезде өзіңіздің ісіңізге көп уақыт бөле аласыз, және жұмыс кестеңізде өзіңіз құра аласыз. Жеке жұмыс жасаған кезде сізге көптеген табандылық пен тапқырлық керек болады. Ал, тағы? Егер сіз жеке жұмыс істейтін болсаңыз, сіз топтықтан басқа өзіңізді басқа адамдарға жан-жақты көрсете аласыз, және өзіңіздің қандай дарынды, қандай тұлғалы адамзат екеніңізді көрсете аласыз. Жақсы, қосамыздар ма? Жақсы, екінші топтың сұрағы? Екінші топ қайсы? Сіздер болыңыздар. Топ мүшесі болсаң да тұлғалықтан бас тарту емес деген ойдамын. Өйткені топпен жұмыс жасағанда көп адамдарды кездестіресің, сол көп адамдарды кездестіргенде мінезіңді, көңіл күйіңді ауыстырып тұруың керек, бірақ бұл тұлғалықтан бас тарту емес деген ойдамын. Өйткені
неше жылдар бойы өз мінезіңді, қабілеттеріңді дамытып келіп, және оларды бір уақытта пайда болған жалған қабілеттермен ауыстыру ол дұрыс емес деген ойдамын. Жақсы. Тағы да қосаңыз. Маған топтық жұмыстан гөрі жеке жұмыс ұнайды. Жеке жұмыстан гөрі топтық жұмыс ұнайды. Мысалы, егер бізге үй тапсырмасы берілсе, біз оны жеке тиімді қылып жасай аламыз. Мысалы, бірақ егер бізге тапсырма көптеп берілсе, біз үшін топтық жұмыс тиімді деп ойлаймын. Өйткені топтық жұмыста әркім өзінің жеке ойларын қоса отырып, идеяларын қоса отырып, біз тапсырманы толықтай орындай аламыз деп ойлаймын. Тұлғалық қасиетті біз деген тек лидер болып дамытпаймыз, оны топтың мүшесінде болып та тұлғалық қасиетті дамытуға болады деп ойлаймын, өз ойым. Ыдырататын күш бар дейді ғой. Ана сіз бірлікті айтып жатсыз ғой. Қандай күш бар ыдырататын күш? Күншілдік, іштарлық және араздық мұндай жағымсыз қасиеттері аулақ болған жөн. Өйткені қоғам арасындағы қарым-қатынасты бауырмалдықпен және достықпен ұластыруға болады. Қараңыз да, Әбіш Кекілбаевтың сөзінде бар ғой, адамның бойында қызығу процесі жүреді, соған кереған қызғаныш процесі жүреді. Қызығуға адамның жаны қандай құштар болатын болса, қызғаныштан жанына сондай аулақ болған жөн. Себебі екі процесте қатар жүретін шындық. Енді жаңа бірінші сұрақ бойынша жеке тұлғалықты бас тартуға дейсіз. Әрине күрделі есептер беріп қалды да, бірнеше есептер берді. 10, 15, 20 шақты есеп берді. Бәрі сіздің уақытыңыз жетпейді. Сондықтан ұжымдық негіздің жұмыстың тиімділігі қанша жеке тұлғалық ерекшелігі болса да, ұжымдыққа келген сәтте бәріңіз бір уақыттың негізінде шеше аласыздар. Хәкім Абайдың өзінің алтыншы қара сөзінде осы бірлік туралы айтылады. Қазақ қашанда бірлікті ас ортақ, от ортақ, дәулет ортақ, киім ортақ деп ойлайды. Алайда қазақта бір мақал бар. Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік деген мақал бар. Бұндағы бірлік қай елде болады? Қазақ бірлік қай елде болатынын, татулық қай жерде болатынын білмейді. Сондықтан да олар ас ортақ, от ортақ деп есептейді. Егер жоқ бұл дұрыс емес. Әрқашан ақыл бірлік, ақылға бірлік, малға бірлік емес деп ойлайды. Өйткені ағайын арасындағы малға бірлік болса, ол араздықты тудырады. Сонымен қатар, егер сізді малыңызды біреуге беріп, біреу болғанда діні басқа, атасы басқа, күні басқа адамдарға берсеңіз де, олар өзі жалданып бірлігін қылады. Бұл нағыз автұрғандықтың белгісі деп Абай өз шығармаларын, өз қара сөзінде осыны дәлелдейді. Және де өз қоғамындағы ағайындар арасындағы, туысқандар арасындағы араздықты осылай нақтылап көрсетеді. Малға бірлік емес, бірлікті көрсетеді ма? Жақсы. Енді Абайдың өлеңдерінде осы қасиет негіз қалай бар дейді? Абай өлеңдерінде. Абай бірлік туралы тек қана қара сөзінде емес, көптеген өлеңдерінде де айтады. Мысалға келетін болса, сабырсыз, арсыз еріншек, көрсе қызар жалмауыз. Сорлы қазақ сол үшін алты бақан алауыз. Өзін өзі күндейді, жақынын жалғанын дейді. Ол арсыздық белгісі. Бұл өлеңнің мағынасына келгенде, бұл жерде жаңағы еріншектік, сабырсыздық, арсыздық, олар жаман қасиет екені айтылған. Егер сен өзің жақыныңды көре алмасаң, ол неге саған жақын? Сен оған керісінше оған көмектесіп, алға қарай ұмтылған әрбір қадам басқанына көмектессек, ол да сенімен мысалы нанын бөлісуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан бір-бірімізді көреалмаушылықпен емес, бір-бірімізге бірлікпен болады. Өте жақсы. Абай болып сізге үн қататын болса, ақыл мен қайрат жолда бар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға деп дұрыс айтқанда, әділет шапқат сіздің бойыңызда қалыптасса, онда барлық нәрсеге де бізіне жете аламыз. Жақсы. Үшінші топтың сұрақтары әзір ғой деп ойлаймын. Үшінші топтағылар. Ұлт болып ұйысудың басты ерекшелігі қандай? Қазақстанда көпұлтты өмір сүрудің мәні неде? Сіздің тоғызда да? Ұлт болып ұйысудың басты көрсеткіші не дегенде мен екі мысал бергім келеді. Бірінші құрылтай, екінші саммит. Құрылтай дегеніміз партиялардың өзге де қоғамдық бірлестіктердің аса маңызды мәселелерді бас қосып шешуі, ал саммит дегеніміз болса, ол дейтін жоғарғы деңгейдегі тұлғалардың келіссөзі деп мысал келтіргім келеді. Жақсы. Қосатындар ма? Екінші сұрақ. Екінші сұрақ. Қазақстанда көп ұлтты өмір сүруінің мәні неде? Алғашқы себептерінің бірі кеңес одағы кезінде соғыс уақытындағы әртүрлі этностың қазақ жеріне келуі,
және ол этностардың қазақ жерінде қалып қоюының басты себебі ол татулықта. Татулық біздің ішкі саяси тұрақтылығымыздың ең басты жетістігі деп ойлаймын. Батыржанның айтқан ішкі саяси тұрақтылық болса, менікі сыртқы саяси тұрақтылық. Қазақстан Республикасының сыртқы саяси тұрақтылығы белсенділігі мен тепе-теңдік сақтауға деген талпынысымен сынарлы сұхбат жүргізуге деген талпынысымен және ынтымақтастығымен халықаралық ынтымақтастығымен ерекшеленеді. Дұрыс. Біздің сыртқы саяси тұрақтылығымыз мықты болса, жалпы ішкі саяси тұрақтылықтың негізі мығым болса, сыртқы саяси тұрақтылықтың негізі де мықты болады. Мынадай нәрсе бар да, екі нәрсе дүниеде қай кезде мысалға адамды келістіретінде сөз екен. Дауға найза араласып кетсе, келісу жоқ, кетісу болады екен. Қараңыздар да? Ал келісу қай кезде болады? Келісу мыңнан бір данышпанның қолынан келеді екен. Ал келісу болатын болса, кез келген тентектің қолында болады екен. Бұл Бауыржанның сөзімен де сөйледі ғой, солай ма? Бақыр берсең ала салады, балта берсең шаба салады, сондай ұрпағымыз көбеймесін деп тілейді ғой. Сонда осы қасиеттердің негізінен бойымызды аулақ етсек, онда біз не жақсы қасиеттерді үлгі қылып бойымызға тарта аламыз. Енді ынтымақтастықтың жанында бауырмалдық қатар жүргеніңізде бауырмалдыққа қатысты айтасыздар. Болудың 5 ережесін айтсам, ең бірінші шыншыл болу, жалған қарым-қатынасқа құрылған достық әрқашан тез бұзылады. Берік достық шыншыл болудан басталмақ. Әрқашан ашық шындықты бетіңе айта алатын достың бұл қасиетті саған берілген үлкен сый ретінде қабылдаған абзал. Достықтар арасында ыңғайсыздану болмайды. Екіншісі, түсінбеушілік туындатпау. Достар бір-бірінің артықшылықтары мен кемшіліктерін жақсы біледі. Сондықтан ашық шындықты айтамын деп кемшіліктің бетіне басу шарт емес. Өзіне және айналасына зиян тигізу қаупі болған кемшілігін уақыт өткізбей ретін салып көңіліне тимейтін тәсілмен жеткізу керек. Үшіншісі, достарыңа уақыт бөліп қадір тұту керек. Іс-шараларды, мерекелерді ұйымдастырған кезде достардың барлық қабілеттеріне қарай көңілін ескерген жөн. Төртіншісі, досыңнан ерте көңіліңіз қалмасын. Ренжу беру орынсыз күтуден пайда болады. Демекші, мысалы сіз досыңызға көптеген сыйлықтарды сыйлайсыз. Одан да соны күтесіз. Бірақ досыңыз сізге сіздің сүйікті кітаптарыңызды тауып беріп, сізге тәтті бәліштер мен шай беріп, сізбен бірге уақыт өткізгенді ұнатады. Сол себепті әркімнің достық сезімін білдірудің өзіндік тәсілі болады. Бесіншісі, досыңнан жеңіліс алу кемшілік емес. Кез келген қиын сәтте досыңнан жеңіліс алу ол кемшілік емес. Кез келген қиын сәтте кімнің не айтқаны маңызды емес, маңыздысы дұрыс шешім қабылдау. Ашылды осындай жаман қасиетке қарап кетіп жүретін сол ма? Ашыл дұшпан, ақыл дос, ақылға ақыл қос деп абай бекер айтты сол ма? Сондықтан қатты ашылға тіресіп қалған сәтте доспен жалғасып кету керек емес, не өзімізді аулақ алып кеткен жөн. Сол ма? Жақсы. Енді керемет Ерасыл жақсы сөздерді айтты. Осындай бес қасиетіміз бар бойымызда қалыптасу керек та. Енді соны қазір тәжірибеде көрсетіп аласыздар ма? Көрсетіп қояйықшы. Жан досым деген тренингті жасағым келіп тұр. Ата-аналардан бастайықшы. Көрген тұрған апалар келіңізші. Ләззат ханым қайда? Келіңіз. Келесі ата-ана. Қыдырша Гүлжира дейді. Жоқ, енді сіз ата-анамыз шықтырсыз. Амангүл Қыдырша ғой. Жақсы, енді жақсы, өзі түсіп тұра қарай, шынай басып тұр. Шынай болады, көрейікші шынай. Жаным, балам. Оқуға түстім, азамат болдым. Менің үйімнің тірегі, махаббатым, шапағатым.
менің серігім, менің болашақта үміт еткен үлкен азаматым. Кім екен? Аманжан Қалиев Мирас. Келіңіз, отырамын. Екі дос бір-бірін көрген жоқ. Көп уақыт өтті, арадан. Ассалаумағалейкум. қалай жүрсің? Қанша уақыт көріспеген? Атыңнан қалай, өзің қалайсың? Ой, қастарына қыз жоқ десіп ұялып тұр, Жақсы отырыңыз. Жақсы, ағай жалғастырамыздар. Жодан қолдарыңызға стикер алыңыз айналасына. Өзіңіз сол қасиетке байланысты сөздер жазыңыз. Ана тақырыпты ашатындай. Жодан, тез. Осы тақырыпты ашатындай стикеріңіз. Жодан, қыстыр. Біреуі жолдан шыққандай істерсіз. Стикерге жазыңыз да қыстырыңыз, біреуіңіз қорғайсыз содан кейін. Mana taqdirga bor qo'ydi, sana ham bo'lib, Жания ынтымағы ізгілік нышаны. Жанияға қатысты сіздердікі. Сіздің тақырыбыңыз қандай? Жақсы ұйымның негізі. Болса. Жақсы. Сіздің тойыңыз аяқталған жақта келіңіз. Біріміз орта келіңіз. Жания ынтымағы ізгілік нышаны. Бірінші, жания баланың даму ошағы. Бұл жерде бала бірінші әрқашан тәрбие білім тек отбасыдан басталады. Даму да отбасыдан басталады. Егер бала отбасына жақсы тәрбие алса, ол әрқашан даму үстінде болады. Аймұханды толтырып кететін болсам, мына жерде бір оқушы нағыз мектеп емес, нағыз мектеп отбасы деп жазыпты. Бұл жерде көруге болатынымыз, біз тәрбие мен білімді мектептен қатар алғанмен, оны үйге барып қорытындылаймыз деген екісі келген сияқты. Жалпы тақырыпқа байланысты айта кетсек, жания ынтымағы ізгілік нышаны дейді. Жалпы ел өз көсемінің артынан ермесе, арада татулық болмаса, ол бірлігі кеткен, берекесі тозған ел сияқты болады. Отбасы да сол сияқты. Отбасы мүшелері бір-бірін тыңдамаса, үлкенді сыйламаса, отбасы ол үйдің берекесі болмайды. Қазақ осыған байланысты айтқан және осы жанұя ынтымағында басқарушы отбасы мүшелерінің қамқоршысы ретінде әкемді көреледі. Өйткені әке отбасының қамқоршысы, тірегі және осы әкенің әкеден төгілген мейірімге қарап, оны қас-қабағынан қарап өскен бала жаман болмайды. Осы ізгіліктің нышаны ретінде отбасының берекесін көрсетеді. Қазақтың өзі біліп айтқан ғой, ауыл ақсақалы ала болса, істері шала болса, қызы субақай болса, келіні керіске сай болса, ұлы ұрысқа сай болса, сол үйдің берекесі дейді дейді. Сол жаман бәледен бізді аулақ етсін. Өте жақсы. Бауырмашылық адамгершілік қасиет. Шынымен де бұл жалпы бауырмашылық бар жерде қамқорлық, мейірімділік, ынтымақтастық, махаббат, достық, жанашырлық, осы 6 қасиеттің барлығы бір бауырмашылықтың ішінде болады. Жалпы әрбір адам бауырмал болса, достар да көбейеді. Толықтай берсін. Бауырмалдықтарыңыз нығая берсін. Ойыңызда жақсы қасиеттер жатқансын. Татулықты жақсы ұйымның негізі деп жазыпты. Жақсы ұйымның негізі дегеніміз ауызбіршілікте
ауызға жетті болса нәтиже шығады деген ойлаймын. Татулық деген жалпы шынымен де достық тірегі, ал достық болса өзіндік жауапкершілік пен қамқорлықтың, яғни рухани жақындықтың белгісі болып табылады. Достық адамды әрдайым алға қарай жетелейді, оны ешқашан мойымауға күш береді, және де қиындықтарды бірге көтеруге жәрдемдеседі. Жалпы дос жарандардың мінезі әрқашан бірдей бола бермейді. Олар мысалы бір достың мінезінде қызбалық немесе сабырсыздық болса, екіншісінде тұйықтық не жігерсіздік бола береді. Себебі достық дейтін осындай адамның кемшіліктерін жеңуге көмектеседі. Және де дос адамды әрдайым биікке жетелейді. Достықта өтірік айту, екіжүздік, өзімшілдік дейтін қасиеттер достыққа сыйыспайды. Және де нағыз достар олар әрдайым бір-біріне сеніп, бір-бірінің жақсылығын асырып, жамандан жасыратын адамдар. Бауырмалдықтың да, ынтымақтастықтың да, татулықтың да негізін нышандарын таптыңыздар. Енді осы дүниені ата-аналармен бірлесе отырып, қазір пирамида негізінде тұрғыза аласыздар ма? Осы жетістік негізін қалай көрсетесіз? Кім пирамида негізінде көрсете алады? Сұлтан келіңіз. Ел бірлігі, татулығы үшін ынтымақ пирамидасын құруды шештік. Біз ең алдымен күшті болу үшін бірлігіміз бен татулығымыз жарасу керек. Мен оны отбасымда ата-аналарымнан күтемін. Үміт еткен балаларымыз аман болсын деп. Құлындарым, еліміздің ынтымағы жарасқан, татулығы жарасқан, ұлт бірлігі мығым болсын. Бауыр болайық, қамды қасиеттерді қалыптастырайық. Ырысалда ынтымақ болса, ырыс несібеміз көп мол болсын. Бірлікті сақтайық, татулықты қалыптастырайық. Осы жерде бір-бірімізге мейірімді болып, және адал болуға тырысу керек. Мәңгілік болсын, ынтымағымыз жараса берсін. Қиын-қыстау заманда, не болғаны байқатарымда, тарихтағы талай борандарымда үзбедік, бақыт үшін бәрін істедік, бірлігіміз бойға күш беріп, сазынақты кешкендік. Гүлдегі қабілеріміз, оламан еміз гүлдеріміз, көрсем күту астында, бәрісі кеші біргеміз, қыран қазақ беріп біргеміз, оламан еміз гүлдеріміз, әлі бізде алай асу көп, бәрімізде біргеміз, әлі бізде алай асу көп, бәрімізде біргеміз. Жалпы енді лицейімізде өткен ынтымақ айының, ынтымақтастық айының бүгін нүктесін, қорытындысын қоятын күн еді. Соған сіздер де өз аттарыңыздан келіп, ынтымақ бірлігімізді көрсетіп атсалысқандарыңызға көп рахмет айтамыз. Енді бұл жігіттерге сөз жоқ. Өткен апта, оның алдыңғы апта берілген көптеген шаралар өткіздік, көптеген іс-шаралар өте жоғары деңгейде өтті. Жалпы жігіттеріміздің ынтымақтастығы, бірлігі, бауырмалдығы сол жақта көрінді негізі. Себебі бір ауыздан, барлық жан-жақтан, шыны керек, мысалы, мұғалімдер, апайлар білесіздер, кеше іс-шаралар ұйымдастырылуы басынан соңына шейін өте керемет деңгейде өтті.
енді бұл тәрбие сағаты күләш апай сізге көп рахмет. Өте жоспарланған, минутына шейін барлығы өте керемет, сөз жоқ. Енді тек жігіттерімізге қалған нәрсе ол осыны өзімізге сіңіріп өмірімізде қолдану. Осы жолда қайырлы күн, құрметті күләш апай, ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Бүгін мінекей жаңа аптада, жаңа күнде жақсы игі іспен жұмыстарыңызды бастап жатыр екенсіздер. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Енді мына 10-шы А сыныбының жетекшісі Күләш апай сыныбымызбен өткізген тәрбие сағатымыз жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Тақырып та өте жақсы екен. Татулық, ынтымақ бұл біздің қай кезде де сонау ата-бабамыздың негізі қаланған уақыттан бері келе жатқан дүние, ынтымақ, татулық, бірлік қай кезде де керек. Жаңағы төртеу түгел болса төбеде келеді дейді. Яғни бұл жерде татулық, ынтымақ, бірлік, береке болған жерде барлық нәрсенің де берекесі болады. Келісіліп, ынтымақтан жасалынған нәрсе ол жақсы нәтиже береді. Міне осы дүниелерді оқушылар жеткізе білді, өздерінің ойларымен, көзқарастарымен, пікірлерімен жақсы пікірлер айтылды. Енді осыны өмірде де балалар қолданып, ары қаратай үлкен өміріңізде де осындай ынтымақтықта, бірліктікте жүрсеңдер, сіздер алмайтын қамал болмайды деп сенемін, сенім артамын. Ал сәт сапар ары қарайда осындай жақсы тәрбие сағаттары, сынып сағаттары жалғаса берсін, татулықта, бірлікте болайық. Шынымды айтайын, жаңа басталғанға дейін ана атты бәйгеге қосқан кезде тақымын қысып отырады дейді ғой, сол сияқты болды. Мен сондай күйді кештім, қазір актер көктер болып тұрып, себебі істің бәрі біткеннен кейін кішкене деп демімді алып жатырмын. Сәтті шықтыңыздар балалар, керемет, татулығыңыз жарасқан, ынтымағыңыз берік, мықтылықтың дініне қадалған ұрпақ болыңыздар, ата-ананың сүйкімді перзенті болыңыздар. Одан басқа айтарым жоқ. Тек қана алға.